Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек болып шығатын крепли дайындайтын боламыз. Бұны әр жерде әртүрлі айтады. Біреулер жұмсақ ворс десе, біреулер тәтті бауырсақ деп айтады. Ол үшін бізге айран қажет болады. Сіздер ашып кеткен, ұзақ тұрып қалған айранды қолдансаңыздар да болады. Алдымен осындай айранға 1 шай қасық сода қосып, жақсылап араластырып көпіртеміз. Содан соң тұз, қант қосып, оларды да араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай айранды араластырған кезде осындай көпіршіп шығу қажет. Сосын үстіне 1 жұмыртқаны қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып болған соң, аз-аздан ұн қоса отырып қамыр илеміз. Басында мен ұнды осылай біраз қасықпен араластырып алдым. Сосын тағы да үстіне ұн қосып, қолмен жұмсақ етіп қамыр иледім. Қамыр жұмсақ болғандықтан қолымызға жабыспау үшін қолымызды кішкене майлап, жақсылап қамырды илеп, июін қандырып, жарты сағатқа пакетке салып, бетін жауып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамыр осындай жұмсақ болып шығу қажет. Қамырды ешқандай холодильникке, морозильникке салмайсыздар. Осылай бөлме температурасында тұру керек. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін қамырымыз дайын болады. Қамырды жаятын кезде ешқандай ұн қолданбаймыз. Осылай қамырды оқтауды майлап алып, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң тура бауырсақтың формасында етіп кесеміз, бірақ шамалы ұзында болу қажет. Мұнда біздің хорстарымыз ұзын әрі әдемі көрінеді. Енді қамырдың дәл ортасын кесіп, бір ұшын ортасынан өткізіп осылай сәндейміз. Видеода бірнеше рет көрсеттім. Мінекей тағы да қайталап көрсетемін. Сіздер де осылай жасап сәндесеңіздер әдемі көрінеді. Қамырымыз дайын болғаннан соң қызып тұрған майға салып, екі беті қызарғанша ұстап пісіріп аламыз. Сіздер де ашыған, тұрып қалған, ішуге жарамсыз, іріп кеткен айранды не істеулеріңізді білмей тастауға обалсынып жүрсеңіздер, мен сияқты хворст жасап тастаңыздар. Сіздердің отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Бір жасап дәмін көрсеңіздер, келесі жолы міндетті түрде жасап қайта жейтін боласыздар. Не осымен біздің жұмсақ, үлпілдек болып шығатын хворстарымыз дайын. Сіздер де отбасыларыңызды жасап қуантыңыздар. Қазір ортасын бөліп көрсетемін сіздерге. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!